Кезекте ушул эле базардын ортосундагы сектор 4-тө жайгашкан аралаш автоунаалардын бүгүнкү күндөгү бааларын көрсөтүүнү уланып жатабыз. Туугандар, бүгүнкү число 20 ноябрь 2021 жыл. Авторунок Бишкек, Рио Муна базары. Көңүл экранга буруңуздар, сөзү кыскартайлы. Бизди биринчилерден көрүп жаткандар болсо, каналга жазылганды унутпаңыздар. Toyota Highlander 2001 жылкы көлөмү 3 автомат, расход жүзүндө 12-13, баасы $9,500. Азыр эси бир жака кеткен өшөт, жаңы эле машинасын арчып аткан болчу, сыртын тазалап. Мынтабыз, бул жерде Mercedes 210. Жакшы абалда. Комплектация Elegance. Жыл 2001, көлөмү 3-2. Эсинин өзүнүн айтуусу боюнча бүт бардыгы өзүнүкү дейт. Эч нерсеси алмашкан эмес, все родной. Баасы $8,500 сатып жатыр. Азыр артына өтүп көрөлү. Бул жакта RX 300 автоунаасы азыр кагазы жок экен. Андан кийинки Toyota Avensis көрсөтөйүн десем, бул дагы маалымат кагазы жок. Мындабыз, бул жакта Passat B5 Plus универсал. Жыл 2001, көлөмү 2 автомат, 222 000 км жүргөн. Мотору баягы обычный эле 5 турбина простой мотор. Дөңгөлөктөрү кышкы. Стеклоподъемниктер электрический. Коробкасы автомат, пробег 222 000 км жүрүптүр. Passat B5 кузову жакшы. Мынтабыз. Hyundai Solaris күмүш түстө. Дөңгөлөктөр азыр алмаш эле экен. Жайкы дөңгөлөктөрдө турат. Жыл 2013, көлөмү 1 авто механика, баасы $6,500. Отуруштары кара түстө кожа, крышасы кара түстө черный потолок. Subaru Legacy B4 кара түстө, японец 2002 жылкы. 2 объем, автомат 212 000 км жүрүптүр. Баасы $3,800. Дөңгөлөктөрү кышкы. Азыр ушу Subaru B4-түн боло турган баасыны сомго сурап көрөлү. Assalamu алейкум. Сомго эсептегенде канчалык болот боло турган баасы? Канча болот ошондо 300 000 болсо берем. 300 000 болсо. Залчылары бар. 300 000 сом болсо берип салам дейт. Мындабыз, бул жерде күмүш түстө Кореядан келиптир. Свежий перегон, заводской бензин. 2011 жылкы. Көлөмү 2. Дөңгөлөктөрү кышкы. 220 000 км жүргөн. Байланыш номери 999 58 95 89. Мындагы азыр эси жок, бул жака кеткен өшөт, эшигин жаап коюптур. Toyota RAV4 2003, 2 объем бензин, коробкасы автомат, баасы $9,200. Родной краска дейт. Кромный бамперов дейт. Бамперден башкасы краскасы өзүнүкү дейт. Алдыңкы бампери же артыңкы бампери краска болуптур. Бул жерде Ford Maverick автоунаасы. Коробкасы механика. Жыл 2005, 2.3 бензин, 4 механика 5 ступка, баасы $5,700. Японец Nissan Tiana автоунаасы. Газ, бензин. Жыл 2003, 2.3, камерасы бар. Баасы $4,300. Эшиги жабык экен бул дагы. Toyota Previa көк түстө. Азыр дөңгөлөктөрү жайкы. Жыл 2002, көлөмү 2.4,
Бағасы $6,500. Газ, бензин. Байланыш номері 0707 00 30 60. Subaru Outback. Японец 2004 жылғы 2.5. Дөңгелектері қышқы 260 000 км жүрген. Бағасы $7,500. Қазір есігі жабық. Коробкасы автомат. Машинатис ары içinde өте такси қылып жүріп тұр. Таксиге даяр іздегендер болса, жыл 2004, объем 1. Қазір есінен сайын десем 2 өтін құтылып тұр. Торпайла қойын. Бұл жерде жол таңдамас Mitsubishi Pajero автомасы, японец, оң рулду. Жылы 93-2.5 турбина, коробкасы автомат, бағасы $7,000. 170 000 км жүріп тұр. Бір салон бар ашып қойы. 2.5 бензин болады. Дизель. Дизель. Газ жоқ ма? 2.5 дизель. Lexus LS 460, 180 000 км жүрген, жылы 2007 4.6, максимальный комплектация. Расход жүзінде 14-ке чейін деп жазып тұр. Бағасы $13,500. Дөңгелектері қышқы, почти жаң елес алып қойған еді. Қазір артынан салонды көрелі. Кузовында бірде жерінде сызылған жерде жоқ. Парктроник бар, абалы жақшы. Volkswagen Bora 240 000 км жүріп тұр. Жыл 2002 1.6 автомат, без вложений. Бағасы $5,700. Дөңгелектері қышқы, кузовында жұмысы жоқ. Бұл жақта қара түсті Chrysler 300-ді көрсетеміз. 2006 жылғы объем 2.7 автомат, бағасы $6,700. Қазір есігі обетті жауық, қазір сыртынан көреді. Коробкасы автомат, салон велюр. Бұл жерде Mercedes 211 кузов, дөңгелектері қазір жайықты. Кузовы жақшы, 2.6 объемда, жыл 2002 жылғы. Şu бағасын жазбай қойып тұр. Атайын тартып келсең, көп жүрді бағасы жазылмай қалады. Мынау жерде LX470 автомасы тұрады, көрейінші. Дөңгелектері жайқы. Салоны, подогрев бар, монитор задней камерасы бар, потолок. Жылы 2005, 4.7 газ, бензин. Қазір есінен басын сұраймыз. Басын жал екен? 23. $23,000 сұрап жеттір қазір. Ушun GX өте жақшап алды екен, ошон үчүн артына өтүп көрөйүнчү. GX деп кайра-кайра адашып алыппын. Бул негизи LX. Бул жерде BMW X5 автомасы. Кара түстө. Дөңгөлөктөрү жайкы. Состояниясы жакшы экен. Жыл 2004, көлемі 4.8, бензин, идеальный состояние деді, бағасы қазір есінен сұраймыз. Есігін ашып көрелі. Стеклоподъемниктер бүт комплект электрический көтеріп жауады, подогрев сиденья бар. BMW X5 мультирул, задний камера, мониторы бар екен. Үстінде багажнигі дағы бар. Бұның басқан жолдады екен? 16,000 деді. 4.8 BMW X5. Бұл жерде Golf 4 автомасы 2003, көлемі 1.6 автомат, бензин.
басы жазылмаптыр. Анын жанында Mazda 5 2006 жылкы 2.3 автомат. Басы $7,500. $7,500. Ondan bu жерде Mercedes S-Class 500 Long 2002-2003 жылкы 243 000 км жүрген, көлемі 5, бензин. Басы $9,200. Daha bir Mazda 3 автонасы, коробкасы автомат, еш bir маалымат жазылмаптыр. Но Mercedesтердің ағы бағасы жоқ. Бұл жерде ошол Nissan X-Trail автонасы коштойн. Жылы 2004-2005 газ бензин, коробкасы автомат, бағасы жазылмаптыр. Японец автонасы Toyota Wish көк түсті жақша балда. Жылы 2004 1.8 автомат, бағасы $7,500 сұрап жатыр. Toyota Wish'тің салоны қандай болды екен деп көргендер болса керек. Азыр салонын тартып көрелі. Потолок топ-таза екен, жақша балда. Монитор, задний камера көрсетеді, да? Билбейм, меники эмес машина. Задний камера показывает, да? Жок, билбейм, айтып атпайбы, байкен. Билбейм дейт. Задний камерасы жоқтыр ғой. Кантип ушу айдаган адам билбей калат. Быйынга. Кечиресиз, бул жерде быйынга адашып алган турбайбы? Toyota Camry Европеец 2003-2004. Şu көбүн şurada басын жазбай коюп атат, азыр эмес. Улантабыз дагы. Mercedes Seshko 2.4 объемдо, жылы 2001. 196 000 км жүргөн, 2.6 объем. Бул дагы басы жазылып отур. Ушундай таң калыштуу. Бул дагы басы жазылган эмес. Кийинки мошелердеги GS 300 коштойн, 2007 жылкы. Басы $10,500. Ушул номерге чаласыздар. Тартпаймы? Тартпаймы? Тартпай эле коюмбу. Тарткан жокмун. Башка машина көп бекен.